сабағымыздың тақырыбы бұрыш, иә? Біз өткен сабақта бұрыш тақырыбын өткен болатынбыз. Бүгін қайталау есептерін шығару арқылы осы сабақты не істейміз? Қорытындылаймыз. Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз бұрыш және оның градустық өлшемдер ұғымын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру. Бұрыштардың түрлерін ажырату. Түрлерін ажырата аламыз ғой, иә балалар? Иә. Бұрышты шаш-пәтердің көмегімен өлшей аламыз ба? Білеміз ғой? Бұрыштың градустық өлшемін табуға, бұрыштарды салыстыруға есептер шығару болатын, иә? Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді топқа бөлгім келіп тұр, иә? Топқа интернет арқылы бөлінеміз. Неге интернет? Себебі қазір кез келген ақпаратты біз не істейміз? Әлеуметтік желілерден ала аламыз. Мысалға сіздер сабаққа келе алмай қалсаңыздар, сабақты түсіне алмай қалсаңыздар, не істеуге болады? Әлеуметтік желілер арқылы біз не істей аламыз? Кез келген сабақты түсініп қарай аламыз. Сол себепті барлығымыз менің қасыма келіп жақындап өзіңізге ұнайтын әлеуметтік желіні таңдап алайық. Ал енді балалар, топтасып тұрайықшы. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube, VK солай ма? Енді бұл топ бойынша емес, артындағы сан бойынша бөлінеміз, иә? Кімде бір саны? Сол оқушылар бірінші топқа жай басайық. Кімде екі саны? Сол оқушылар екінші топқа жай басайық. Енді үш саны бар оқушылар үшінші топқа бар жай басайық. Келсе жай басайық. Бүгінгі сабағымызды біз квест ойын арқылы өткіземіз. Квест ойын деген ойынды білеміз ба балалар? Үйде ойнаймыз, иә? Қандай ойын ол? Яғни сіздерге хабарлама беріледі, сол хабарламадан келесі хабарламаны табамыз, одан келесі ең соңында не істейміз? Мәреге жетуіміз керек. Енді бүгінгі біздің мәре мынау сандық болып отыр. Ол сандықтың ішінде сіздерге арналған сыйлық бар. Ал бұл сандыққа жету үшін не істейміз балалар? Бүгінгі сабаққа байланысты есептерді шығарып, қай топ бірінші жетеді, сол топ мынау сандықтың не істейді? Кілтін ашады. Енді балалар, не жұмбақ шешеді? Мен сіздерге сөз жұмбақ сұрағын жасырамын, иә? Алты сұрақ бар, әр топ екі сұраққа жауап береді. Дайынсыз ба балалар? Бірінші топтың сұрағы. Бұрыштың өлшем бірлігі. Градус. Сұрағы. Градус. Балалар, сіздердің алдарыңызға телефон беріп тұр. Әркім өзінің әлеуметтік желісіне байланысты өзінің үлпілдерін алдарына алса болады. Кім дұрыс жауап береді, өзіне мынау сотыраға не басып отырады? Үлпіл басып отырады. Өте жақсы. Енді келесі екінші топтың сұрағы. 90 градустан үлкен, 180 градустан кіші бұрыш қалай аталады? Енді үшінші топтың сұрағы болатын. Бұрышты өлшеу құрылғысы. Өте жақсы. Балалар қандай сөз шықты? Тоғыз сөз шықты. Яғни сіздердің келесі тапсырмаларыңыз топ басшылары тұрып,
тапсырманы не істейміз? Оқимыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ бар. Конверттердің ішінде тағы да сендерге хабар болмады. Конверттің ішінде. Қатырақ жүрміз. Айгерім қатырақ. Айгерім. Келесі тапсырмаға өту үшін жауабыңызды қабырғаға ілінген бұрыштардың арасынан ал кестік. Алдарыңызға конспектті бердім. Қабырғада ілінген бұрыштардың арасынан өз жауабыңызды анықтаймыз. Аламыз қабырға. Екінші топ баяу қалды. Қандай тапсырма? Ойлан жұптас бөлісеміз. Әдісі арқылы, иә? Бұл тапсырманы қоя тұрыңызшы. Бұл тапсырманы орындау үшін мен сіздерге дескриптор ұсынып тұрмын. Бірінші жұп не істеу керек? А, оба бұрышын салады. Яғни жұппен екінші жұпты бастан артық бағалайды. Себебі олар А, оба бұрышын сізді алды. Ал екінші жұп болса осы сәулесін кетіре алды. Бұрышы қанша градус болатында еді? 42 градус болатында еді жүргізе алды. Мен оларға лайк беремін. Баса аламын дейсіз. Ал кеттік. Енді топ başı өз тапсырмасын аяқтайды. Аяқтаған топ осы бұрышын қалай таптың соны бар мұнда өзіңіздің жұмысыңызды аламыз, жылдардың артынан өзіңіздің жұмысыңыз дұрыс па дұрыс емес. Ал өзіңіздің тобыңызды бағаламыз, сіз өзіңіздің тобыңызды бағаламыз. Біздің екі жұпта бәрі тапсырмасы жауабы дұрыс екен. Осы бұрышы 45 градусқа тең. Осы бұрышы
Дұрысы? Осы дұрысы 92 градусқа тең. 92? 42 градусқа тең. Яғни сіздерге сағат берілді. Бірінші тапсырма бірінші топтікі, екінші тапсырма екінші топтікі, үшінші тапсырма үшінші топтікі. Ең алдымен өзіміздің сағат қаншаға тең, соны сағатқа белгілеп алайық, иә? Бір оқушы тақтаға шықса болады. Жоқ, бөлмеден енді балалар, кім қай топ еді? Еркеназ. Екінші топ. Еркеназның жұмысы дұрыс па? Сағат қаншаны көрсетіп тұр? 2-ні көрсетіп тұр. Осы сағат арасындағы тілдерінің арасындағы бұрышты несеу керек, анықтау керек еді. Ол үшін біз қандай анықтаманы қолдандық? Қандай бұрыштың анықтамасын қолдандық? Біз толық бұрыштың. Толық бұрыштың анықтамасын қолдандық. Ол бұрыш қанша градусқа тең? 360 градусқа тең. Оны неге 12 бөлікке бөлдік? Сағат 12 бөлінен тұрады, иә? Неге 2-ге бөліктік? Себебі ол 2 сағат өте жақсы, жарайсың. Жеке жұмыс орындалды, иә? Дәптеріңізге жазып алдық па орындалды? Иә. Енді оқимыз. Балалар, барлығымыз 1 минут бері қарайық. Барлығымыз 1 минут бері қарайықшы. Балалар. Минустен берік әдісі. Дискриптор не дейді? Артық сөздерді табады. Яғни сіздерге қандай да бір тұжырым берілген, оның ішіне не қосылған? Артық сөздер қосылған. Сол артық сөзді алып тастап, тұжырымды анықтау керек. Жазамыз. Kitabımızı cevabımız. Artık söyleyecek. Sağımız buradan kendini anlatayım mısın? Төбесін транспортердің центріне келтіру. Бұрыштың төбесін транспортердің центріне келтіру. Екінші. Бұрыштың бір қабырғасы транспортердің санақ басын көрсетілген шкалаға 10 градус төмендегенде транспортерді орналастыру. Бұрыштың бір қабырғасы транспортердің санақ басы көрсетілген шкалаға 0 градус төмендегенде етіп, транспортерді орналастыру. Үшінші сөйлем. Бұрыштың екінші қабырғасы шкаладағы штрихты табу керек. Бұрыштың екінші қабырғасы шкаладағы штрихты табу керек. Өте жақсы. Енді қарақынасында тағы да сіздерге не бар? Хабарлама бар. Топқа шығыңыз, иә? Топқа шығыңыз. Иә. Болды, Альфия тапты.
бөлімден қаруланған адам жеңімпаз адам екен, иә? Кімнің сөзі екен? Бұл Максим Горький. Максим Горькийдің сөзі екен. Әрқайсысы, яғни бүгінгі біздің квест ойынымыздың жеңімпазы 3-ші топ болып есептеледі, иә? Әрқашанда жеңістеріңіз бұдан да көп болсын деп тілеймін, иә? Сонымен 3-ші топты не істейміз? Ал енді балалар, өздеріңе үлпіл қоюға рұқсат. Енді балалар, үлпілдердің әркім өзінің үлпілін санасын, иә? Одан кейін әркім өзінің жеке үлпілін санасын. Сол арқылы бүгінгі сендердің нормативті бағаларың шығады. Яғни ондық жүйе бойынша қанша балл алдыңдар, иә? Жалпы үлпіл санайықшы. Өте жақсы, яғни 9-10 балмен бағаланады, 2 үлпіл жинағандар жақсы, орташа, иә? 7-8 балмен бағаланады. Ал, мына топ. 3 үлпіл. Неге 2 үлпіл сен көп сұраққа жауап бердің? Үлпілдерің қойылмай кетті ғой деймін? Иә? Барлық сұраққа жауап берді. Жақсы, 3 үлпіл алғандар үлпіл. Тапсырмасы ұнады. Дегенмен менің ойымша біз белсенді болсақ та бізге әлі де жылдамдықтар керек. Дегенмен мен өзімнің 3 үлпіл алғанға да қуанамын. Жақсы, өте жақсы. Өз хабарламамызды жабыстырамыз, сонымен үй жұмысын жазаламыз. Сабақ аяқталды балалар.